Баршаңызға сәлем, менің сүйікті көрермендерім. Бүгін біз гарнирге шашылып пісетін күріш дайындайтын боламыз. Ең алдымен қызып тұрған тапамызға сұйық май құйып, жуылған күрішімізді қуырып аламыз. Жақсылап 10 минуттай күрішімізді қуырып алған соң, қайнап тұрған ыстық суымызды күрішіміз батқанша құямыз. Татымына қарай тұз салуды ұмытпаңыз. Тапамыздың бетін жауып, 20 минутқа баяу отта пісіреміз. Осылайша біздің шашылып пісетін күрішіміз дайын. Бұл гарнирді котлетпен, етпен, немесе балықпен ұсынсаңыз болады. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Алда көптеген рецепттермен және де лайфхактармен бөлісетін боламын.